Мына видео қазір сіздің нәпсіңізге ауыр тиюі мүмкін, білесіз бе? Бүгінде қазақты кері тартып жүрген, сорлатып жүрген кері тартпа бір мінезі бар. Яғни біреудің өміріне араласу. Қазіргі туысқандардың кей пиғылына қарасан, сырттан жау іздеудің де қажеті жоқтай көрінеді. Бұрын туысқан дегенде, ой, бір-бірін сағынысқан, жинала қалса береке болатын, жанашыр, жақын жандар көруші едік. Ал қазірше, туысқан десек, сыйлап төрге шығарсан да мін айтып, өкпелеп, көңілі толмайтын, қуанышыңа қызғанышпен қарап, күйінішіне күліп кететін, қаны жақын болғанымен пейілі алыс адамдарға айналды. Негізі мынандай сөз бар: адам өз отбасында бақытты болса, өзге біреудің отбасымен шаруасы жоқ. Қазақтың алдыға баспай, дамымай тұрғаны да осы мінезден болары. Бір жаңа дүние бастап, бір жаңа кәсіп ашайын десен, былай істе деп аяққа тұсаныс болатын да осы туыстары. Абай атамыз айтады: көп айтса болды, жұрт айтса көнді, әдетін алған адамның. Ақылды сұраған адамға айт, ал біздің қазақшы сұрамасаң да өз ақылын тықпаштайды, тіпті жеке өміріне де өтіп кеткенін білмейді. Ақылынды айтпай, өз жыртығынды өзін жамап, өз шаруамен өзің айналысып, өз ақылынды өзіңе қолданған жөн болады. Қазақтың қарызданып, қарыздан бас көтере алмай жүргені де осы өзгелерді сынап, мінін тергеннен деп ойлаймын. Сөз деген құдірет, сөз деген киелі, сөз иесін табады дейді атам қазақ. Басқаларды сынап мінеген сөзіңіз өзіңізге қайтпаса да, ұрпағыңыздың алдынан шығуы әбден мүмкін. Біреудің аяғынан тартып тұсамыс болуда ол төменгі энергия. Мұндай адам ешқашан байымайды. Одан да өзімізбен айналысып, өзіңізді дамытып, бай дәулетті болайық, айналайын қазақтар.